Ауылдың шетіндегі ескі көк қақпалы үйде Шара апа жалғыз тұратын. Жасы 70-тен асса да, таңғы 5-те тұрып, ауласын сыпырып, самаурынға су қойып, нанын өзі илейтін әдетінен жаңылған емес. Арнаға тіркеліп, löпіл басып отырмыздар. Қай қаладан және сағат қаншада қарап отырсыздар, жаза кетіңіздер. Көрші қолаң. Шара апа, енді демалсаңызшы. Балаларыңыз бар, немерлеріңіз бар. Өзіңізді неге қинайсыз дейтін. Сонда Шара апа жымиып, адам жұмыстан емес, керексіз болып қалғаннан қартаят қарағым дейтін. Оның осы бір ауыз сөзінің артында бүтін бір ғұмыр жатты. Қазір дастарханы мол, балалары аяққа тұрған. Немерлері айналасында жүрген Шара апаның бір кездері 3 баласын құшақтап отырып, ертең бұларға не жегіземін деп, түнімен ұйықтамай шыққан күндері болғанын көп адам біле бермейтін. Шара 17 жасында ауылдың ең көрікті қыздарының бірі еді. Қою қара шашын екі өрім етіп өріп, ақ орамалын желкесіне байлап алатын, көзі күлімдеп тұратын. Бірақ еркелеп өсу оған бұйырмады. Үйдің үлкен қызы еді. Әкесі мал бағатын, анасы 5 баланы жеткіземін деп, күні-түні тірлікпен жүретін. Шара таңертең мектепке кетпей тұрып, сиыр сауатын, су таситын, інілеріне шай беретін. Сабақтан келген сонда үйдің шаруасы алдынан шығатын. Бірақ соның бәріне қарамастан, ол сабақта жақсы оқыды. Әсіресе қазақ әдебиетін жақсы көретін. Мұғалімі: Шара, сен оқуға бар. Сенен жақсы мұғалім шығады дейтін. Шараның да арманы сол болатын. Мектеп бітірген соң қалаға барып, педагогикалық училищеге түсем дейтін. Бірақ мектеп бітіретін жылы әкесі қатты ауырып қалды. Үйдің бар ауыртпалығы анасы мен Шараның мойнына түсті. Бір күні кешкі шай үстінде әкесі: қызым, оқуыңды 1 жылға қоя тұрсаң қайтеді? Үйдің жағдайын өзінде көріп отырсың ғой деді. Шара үнсіз қалды, көзін төмен түсіріп: жарайды әке деді. 1 жыл ғана. Келесі жылы міндетті түрде оқуға түсем деп ойлады. Бірақ өмір кейде адамның 1 жыл деген жоспарын бүкіл ғұмырға созып жібереді екен. Шара ауылдағы асханаға жұмысқа кірді. Сол жерде Ержан деген жігітпен танысты. Ержан ауданнан келген жүргізуші еді. Сөзі майда, киімі таза, өзі әзілқой. Шараны көрген күннен бастап айналшықтап жүретін болды. Шара, сен үнемі осылай үндемей жүресің бе дейтін. Сөйлейтін жерде сөйлеймін. Маған келгенде сөйлемейсің ғой. Сізге не айтуым керек? Ержан күлетін. Ұнайсың десең де болады. Шара қызарып кететін. Бірнеше айдан кейін Ержан оны үйіне дейін шығарып салатын болды. Бір кеште ауылдың сыртындағы көпірдің жанында екеуі ұзақ сөйлесті. Ержан: Шара, мен сені аламын деді. Қойымшы. Шын айтып тұрмын. Қалаға көшеміз. Сен оқуға түсесің, мен жұмыс істеймін. Шара үнсіз қалды. Оқу деген сөзді естігенде жүрегі елжіреп кеткен еді. Оның арманы әлі өлмеген. Үйіне кіргенде анасына бәрін айтты. Анасы біраз үнсіз отырды. Сосын: қызым, асықпа деді. Неге? Адамның сөзін емес, ісін қара. Сөзді бәрі айтады. Ержан жаман адам емес қой. Жаман дедім бе? Тек өмір бойы бірге тұратын адамды бір-екі айда танып болмайды. Шара анасының сөзін тыңдағанымен, жүрегі Ержанға сеніп қойған еді. 1 жылдан кейін екеуі үйленді. Алғашқы кездері бәрі жақсы болды. Ержан расында қамқор еді. Шара ауыр зат көтерсе, қой, өзім істеймін деп қолынан алатын. Базардан көйлек әкелетін, кейде гүл ұстап келетін. Шара ішінен анан бекер күмәнданды деп ойлайтын. Көп ұзамай тұңғыш ұлы Нұрбек дүниеге келді. 2 жылдан кейін қыздары Айсұлу туды. Тағы 3 жылдан соң кенжесі Дәурен өмірге келді. Бірақ 3-ші бала туған кезде олардың үйіндегі бұрынғы жылылық та азайып қалған еді. Ержан үйге кеш келетін болды. Бір күні жұмыста болдым дейді. Бір күні жігіттермен отырдым дейді. Жалақысында толыға келмейді. Шара сұраса, машинаға ақша кетті. Біреуге қарыз бердім. Кейін айтам. 3 бала өсіп келе жатты. Біріне аяқ киім керек, біріне қысқы күрте керек, кішісіне дәрі керек. Шара бір күні базарға барып, өзіне ұнаған қоңыр көйлекті көрді. Қолын алып ұзақ тұрды. Бағасын сұрады. Сосын қайта іліп қойды. Сол ақшаға балаларға ұн, май, қант алып қайтты. Үйге кіргенде Ержан: өзіңе бірден алмадың ба деді. Жоқ. Неге? Шара жай ғана: маған керек емес екен деді. Шын мәнінде керек еді. Бірақ ана болғаннан кейін адамның маған керек деген сөзі азая береді екен. Бір қыз ерекше ауыр болды. Дәурен қатты ауырып қалды. Қызуы бірнеше күн түспеді. Шара баласын көтеріп аудандық ауруханаға апарды.
Дәрігер бірнеше дәрі жазып берді. Үйге келген соң қағазда Ержанға ұсынды. Мыналарды бүгін алу керек. Ержан қағазға бір қарап, ақша жоқ деді. Шара таң қалды. Кеше жалақы алған жоқсың ба? Жоқ дедім ғой. Ержан, бала ауырып жатыр. Мен не істейін? Шара бір сәт үнсіз қалды. Мен не істейін дейсің бе? Не? Бұл сенің балаң емес пе? Ержан ашуланып кетті. Күнде ақша, ақша. Басқа сөз білмейсің бе? Мен өзіме сұрап тұрған жоқпын. 3 баланы дүниеге әкелген кім? Мен сенен 3-еуін тап деп сұрадым ба? Шараның жүрегі шым ете қалды. Бір сәт үйдің іші тып-тыныш болып кеткендей сезілді. Ол Ержанға ұзақ қарады. Бұрын осы адам балалары туған кезде қуанып, құшағын алып еді. Енді сол балаларды өзінен бөлек нәрседей көріп тұр. Шара үндемей бөлмесіне кірді. Сандықтың түбіндегі жалғыз алтын сырғасын алды. Келесі күні сатып, соның ақшасына баласының дәрісін алды. Ержан сырғаным жоқ екенін де байқамады. Уақыт өте келе ауыл ішінде түрлі сөз тарай бастады. Ержанды қалада бір әйелмен көріпті. Соңғы кезде үйіне бармайды дейді. Шара естісе де сенгісі келмеді. 3 баласы бар адам қалай тастап өтеді деп ойлады. Бір күні кешке үйге кірсе, Ержан киімдерін сөмкеге салып жатыр екен. Пайда барасың? Қалаға. Қанша күнге? Ержан жауап бермеді. Шараның жүрегі бірден жамандықты сезді. Ержан? Ол сөмкесін жауып, Шара, мен шаршадым деді. Неден? Осы өмірден. Қай өмірден? Күнде бала, үй, ақша, мәселе. Шараның даусы дірілдеп кетті. Бұл сенің де отбасың ғой. Ержан терезеге қарап тұрды. Сосын, мен басқа адамды кездестірдім деді. Шара бірден жауап бере алмады. Үйде балалардың даусы естіліп тұр. Нұрбек аулада ойнап жүр. Айсұлу қуыршағын киіндіріп отыр. Кішкентай Дәурен бесікте жатыр. Ал осы 3 баланың әкесі, мен басқа адамды кездестірдім деп тұр. Балалар ше, деді Шара әрең. Ержан күрсінді. Олар сенде қалады. Шара бірден басын көтерді. Не дедім? Балалар сенде қалады дедім. Олар зат па, Ержан? Сенде қалады дегенің не? Мен көмектесемін. Маған көмегіңді айтып тұрма. Әке болып қаласың ба деп сұрап тұрмын. Ержан үндемеді. Сол үнсіздік бәрінен ауыр еді. Сөмкесін көтеріп есікке қарай жүрді. Сол сәтте Айсұлу жүгіріп келді. Әке, қайда барасың? Ержан тоқтап, жұмысқа қызын деді. Маған кәмпит әкелесің бе? Ержан қызын бір сипап, әкелем деді. Сосын есіктен шығып кетті. Бірақ сол кеткеннен үйге қайтып келмеді. Ал кішкентай Айсұлу бірнеше күн бойы кеш түскен сайын терезеге қарап, анашым, әкем бүгін келеді ме? Білмеймін қызым. Кәмпит әкеледі ғой. Шара қызына қарай алмай, әкелетін шығар дейтін. Балалар ұйықтаған соң ғана жылайтын. Ержан кеткеннен кейін нағыз қиындық басталды. 3 бала, жалдамалы үй, жұмыс тұрақсыз. Қолындағы азғантай ақша таусылуға жақын. Бұрын үйге келіп, бірдеңе керек болса айт дейтін адамдардың көбі енді жолықса да асығыс амандасатын болды. Бір күні дүкенде 2 әйелдің әңгімесін естіп қалды. Еркек бекер кетпейді ғой. Иә, әйелден де бір кінә болған шығар. Шара артына бұрылмады. Ешкімге жауап бермеді. Үйіне дейін көз жасын көрсетпей келді. Есікті ішінен жапқанда ғана жылап жіберді. Неге бір еркек отбасын тастап кетсе де, кінәні әйелден іздейді деп ойлады. Бірақ оған ұзақ жылауға да мұрша жоқ еді. Нұрбек ас үйге кіріп, анашым, қарным ашты деді. Шара көзін сүртті. Қазір балам. Ас үйге кіріп қолда барым қарады. 1 уыс күріш, 2 картоп, аз ғана ұн. Шара суды көбірек құйып, сүйек көже пісірді. Балаларға бөліп берді. Өзі жемеді. Нұрбек анасына қарап, анашым, сен неге жемейсің? Мен тойдым. Қашан? Жұмыста жедім. Нұрбек үнсіз қалды. 8 жасар бала бәрін түсініп отырған еді. Ол өз кесесін анасына қарай итерді. Мен тойдым, сен жеші. Шара баласына қарадады. Жей бер қолынам. Анашым, сендер тоқ болсандар, мен де тоқпын. Сол түні балалар ұйықтаған соң Шара ұзақ отырды. Сосын өзіне бір ғана уәде берді. Не болса да, балаларымды ешкімнің алдына келміртпеймін. Келесі күні таңертең ерте тұрып жұмыс іздеуге шықты. Бір асханаға кірді. Ыдыс жуушы керек пе? Жоқ. Наубайханаға барды. Адам бар. Мектепке кірді. Бос орын жоқ. Ауруханаға барды. Қазір ешкім керек емес. Түске дейін 7 жерден жұмыс сұрады.
Жетінші жерден шыққанда аялдамаға барып отырды. Қолындағы соңғы тиынын санады. Сол кезде базардың шетінде нан сатып отырған жас үлкен әйел оны байқап, «Қызым, не болды?» деді. Шара басында айтқысы келмеді, бірақ көзіндегі мұңын жасыра алмады. Жағдайын қысқаша айтып берді. Әйел: «Нан жап аласың ба?» «Аламын». «Ертең таңғы 4-те кел». Шара бірден: «Келемін» деді. Сол күннен бастап оның басқа өмірі басталды. Таңғы 3:30-да тұрады. Балаларын көрші Зылиха апаға қалдырады. Наубайханаға барады. Түске дейін нан жабады. Түстен кейін бір мекеменің иденін жуады. Кешке үйге келіп, балаларға ас әзірлейді. Түнде көршілерден тапсырыс алып, көрпе тігеді. Кейде 4-ақ сағат ұйықтайтын. Қолдары жарылып кететін, белдері ауыратын, бірақ таң атқанда бәрібір тұратын. Өйткені оның шаршағаны балалардың қарнын тойдырмайтын. Бір күні Нұрбек мектептен көңілсіз келді. «Не болды, балам?» «Ештеңе». «Біреу ренжітті ме?» Бала үндемеді. Кешке Шара оның бөлмеде жылап отырғанын көрді. «Нұрбек, маған айтшы». Бала әрең сөйледі. «Бір бала, сенің әкең сендерді тастап кеткен» деді. Шараның жүрегі ауырды. Бірақ баласының алдында өзін ұстап қалды. Жанына отырып: «Маған қара балам» деді. Нұрбек басын көтерді. «Әкеңнің кеткені сенің кінәң емес. Ешқашан өзіңді кем сезінбе». «Бірақ оның әкесі бар». «Бар шығар. Сен де әкесі жаратылған жоқсың. Тек әкең бізбен бірге тұруды таңдамады». Нұрбек үндемеді. Шара сөзін жалғастырды. «Бірақ бір нәрсені есінде сақта. Біреу сені тастап кеткен екен деп, сен де ертең біреуді тастама. Керісінше, адамның кетуі артында қандай жара қалдыратынын біліп өс». Нұрбек: «Мен сізді ешқашан тастамаймын» деді. Шара күлімсіреді. «Қазір сенің міндетің мені асырау емес, жақсы адам болып өсу». Сол күннен бастап Нұрбек ерте есейді. Мектептен келген соң су таситын, отын жарып көмектесетін, кішкентай Дәуренді қарайтын. Бір күні анасының қолы тілініп кеткенін көріп: «Анашым, мен тезірек үлкен болсам ғой» деді. «Неге? Сен енді жұмыс істемейтін едің». Шара ұлының басынан сипады. «Сен жақсы адам болсаң, маған сол жетеді». Жылдар өте берді. Ержан анда-санда ғана хабар беретін. Алғашқы жылы 2 рет ақша жіберді. Кейін мүлде үнсіз кетті. Бір күні ауылға жаңа машинамен келіпті деген сөз тарады. Қасында жаңа әйелі бар екен. Көрші келіп: «Шара, Ержан келіпті» деді. Шара қамырилеп отырған. «Келсе келе берсін. Жаңа әйелімен жүре берсін. Балаларын көрсетпейсің бе?» Шара қолын сүртіп көршісіне қарады. «Балаларын көргісі келген адам біздің мекенжайды біледі». Осыдан кейін бұл әңгіме тоқтады. Бірақ кешке Шара жалғыз қалғанда көз жасын тия алмады. Ол Ержанды сағынғаннан емес, өзінің бір кездері осы адамға сонша сенгеніне жылады. Орындалмай қалған армандарына жылады. Балаларының әкесін күтіп өскеніне жылады. Сосын таң атқанда қайта тұрып жұмысқа кетті. Өйткені өмір адамның қайғырып болғанын күтіп тұрмайды екен. Нұрбек мектепті өте жақсы аяқтады. Мұғалімдері: «Қалаға оқуға бар» деді. Бірақ ол анасына: «Анашым, мен оқымай-ақ қояйын. Жұмысқа кірейін. Айсұлу мен Дәуренді оқытайық» деді. Шара бірден: «Жоқ» деді. «Неге?» «Сен оқуға түсесің. Ақша қайдан табамыз? Оны мен ойлаймын. Сіз тағы қиналасыз ғой». Шара баласына ұзақ қарады. «Мен не үшін осы жылдардың бәрінде жұмыс істедім деп ойлайсың?» «Біз үшін». «Ендеше менің еңбегімді босқа кетірме. Оқы». Нұрбек үндемеді. Шара жымиып: «Мен де кезінде 1 жыл оқымай тұрайын дегенмін». «Сіз оқығыңыз келгенде?» «Мұғалім болғың келген. Неге болмадыңыз?» Шара терезеге қарады. Өмір басқа жаққа қалып кетті. Нұрбек анасының қолын ұстады. «Онда мен сіз үшін де оқимын». Нұрбек университетке түсті. Артынан Айсұлу медицинаға кетті. Дәурен де ер жетіп техникаға қызығып, өз оқуын жалғастырды. Шара 3 баласында оқыту үшін барын салды. Бір сиырын сатты, қосымша жұмыс істеді. Қыс болса да, жаз болса да еңбек етті. Балалар да анасының еңбегін түсініп өсті. Үлкені кішісіне көмектесті. Кішісі үлкенін сыйлады. Шара оларға үнемі: «Бай болыңдарды тілемеймін, адам болыңдар. Ақша жоғалса табылады, адамдық жоғалса табу қиын» дейтін. Бірнеше жылдан кейін Нұрбек диплом алып, жақсы жұмысқа орналасты. Алғашқы жалақысын алған күні ауылға келді. Қолында үлкен пакет бар.
Анашым, сізге. Маған не? Пакеттен жаңа көйлек, орамал және аяқ киім шықты. Шара таңырқап. Балам, неге ақшанды шаштың? Өзіңе жинамадың ба? Нұрбек жымиып. Бірде сіз базарда өзіңізге көйлеп алмай, бізге тамақ алып келген екенсіз. Шара селк ете қалды. Оны қайдан білесің? Біз кішкентай болсақ та бәрін көрдік қой. Шара үндемей қалды. Нұрбек жаңа аяқ киімді анасының алдына қойды. Енді өзіңізге де нәрсе алатын уақыт келді. Шара аяқ киімді қолына алып отырып жылап жіберді. Анашым, қуаныштан балам. Сол күні Шара алғаш рет балаларым аяққа тұрды деп шын көңілімен тыныш ұйықтады. Арада 20 жылдан астам уақыт өтті. Шара 60-тан асқан еді. Бір күні есік қағылды. Ашса, алдында шашы ағарған ер адам тұр. Бірден таныды. Ержан. Бірақ баяғы еңсесі тік, өзіне сенімді Ержан емес. Көзі төмен, жүзі жүдеу. Сәлем, Шара. Сәлем. Бірнеше секунд үнсіз тұрды. Кірсем бола ма? Шара жол берді. Ержан үйге кіріп, қабырғадағы суреттерге қарады. Нұрбектің диплом ұстап тұрған суреті, Айсұлудың ақ қалатпен түскен суреті, Дәуреннің отбасымен түскен суреті, немерелер. Ержан ұзақ қарап тұрды. Балалар жақсы болыпты. Шүкір. Нұрбек қайда? Қалада. Айсұлу? Ауруханада. Дәурен? Өз кәсібімен айналысады. Ержан басын төмен түсірді. Мен балаларымды көргім келеді. Шара оған тіке қарады. Неге? Ержан жауап таба алмады. Әке ретінде. Шара жай ғана. Әке болу бүгін есік қағып келгеннен басталмайды, Ержан, деді. Ержан үнсіз қалды. Әке болу Дәурен ауырып жатқанда дәрі іздеген күні басталатын. Нұрбек мектептен жылап келген күні басталатын. Айсұлу терезеден сені күткен күні басталатын. Ержан көзін төмен салды. Білем. Жоқ, сен білмейсің. Білгенде сол кезде кетпес едің. Қателестім. Қателесу деген бір нәрсені ұмытып кету емес. Сен 3 баланың балалығын өткізіп алдың. Ержанның көзіне жас толды. Мені кешіре аласың ба? Шара ұзақ үнсіз отырды. Сосын, мен сені баяғыда кешіргемін, деді. Ержан тамырғап қарады. Рас па? Иә, өйткені сені жек көріп жүрсем, өз өмірімді де улап өтер едім. Бірақ кешіру деген бәрі бұрынғыдай болады деген сөз емес. Ержан басын изеді. Балаларды көргім келеді. Өздерінен сұрайсың, олар есейген адамдар. Мен олардың орнына шешім қабылдамаймын. Ержан кеткен соң Шара аулада ұзақ отырды. Баяғы 25 жастағы өзін есіне алды. 3 баласын құшақтап, ертең не істеймін деп отырған жас әйелді. Егер сол кезде біреу келіп, Шара, қорықпа, бір күні осы балалар өседі, үшеуі де адам болады, сенің үйің болады, немерелерін ауланда жүгіріп жүреді, ал сені тастап кеткен адам бір күні қайтадан осы есікті қағат десе, сенбес еді. Өйткені қиындықтың ортасында отырған адамға оның соңы көрінбейді, бәрі бітпейтіндей сезіледі. Бірақ ешбір түн мәңгі емес екен. Нұрбек әкесін бірден қабылдай алмады. Анашым, сіз оған қалай тыныш сөйлестіңіз, деді. Не істеуім керек еді? Ашуланбадыңыз ба? Ашуланғанмын 20 жыл бұрын. Сонда қалай кешірдіңіз? Шара шайын асықпай араластырды. Кешіру деген оның жасаған дұрыс деп емес, балам. Кейде өз жүрегінің тыныштығы үшін кешіресің. Мен кешіре алмайтын сияқтымын. Қазір кешір деп отырған жоқпын. Тек әкеңнің жасаған өз балаларына қайталама. Нұрбек басын көтерді. Шара сөзін жалғастырды. Саған ең үлкен сабақ сол болсын. Әкеңнің қателігіне қарап, жақсы әке бол. Айсұлу әкесін көргенде ұзақ жылады. Оның есінде бір ғана көрініс анық қалған еді. Кішкентай қыз, терезе алды, кешкі көше. Әкем кәмпит әкеледі деп күтіп отырған өзі. Ержан қызына, мені кешір, деді. Айсұлу, бір нәрсе сұрайыншы? Сұра. Сіз сол күні маған кәмпит әкелем дегеніңіз есіңізде ме? Ержан үнсіз қалды. Қай күні? Айсұлу ашшы жымиып. Міне, мәселе сонда. Сізге ол бір күн ғана болған, ал мен үшін бірнеше жылға созылды. Ержан көзін төмен салды. Мен сізді көк күттім, деді Айсұлу. Кейін күтуді қойдым. Дәурен әкесін дұрыс есіне алмайтын. Кездескен кезде Ержан, балам, маған ренжисің бе деп сұрады. Дәурен біраз ойланып, ренжи алмаймын, деді. Ержан үміттенгендей басын көтерді. Сонда Дәурен, өйткені мен сізді танымаймын, деді.
Бұл сөз Ержанға бәрінен ауыр тиді. Шара балаларын ешқашан әкесіне қарсы қойған жоқ. Тіпті олар кішкентай кезінде Ержанды жамандаған емес. Бірде көршісі, неге балаларға бәрін ашық айтпайсың, әкесінің кім екенін білсін деген. Шара, баланың жартысы әкесінен ғой. Әкесін күнде жамандасам, бала өзінде жартылай жаман сезініп өспей ме? Өскенде өздері түсінеді деген. Балалары расымен бәрін өздері түсінді. Қазір Шара апаның үйі демалыс сайын думан. Немерелері жүгіріп жүреді. Біреуі, әже, бауырсақ пісірімізші? Екіншісі, әже, бүгін сіздің үйде қонам. Үшіншісі, әже, әкем кішкентай кезінде қандай болған деп сұрайды. Шара күліп отырып бәріне жауап береді. Бір күні 12 жастағы немересі Әмина ескі сандықта ақтарып отырып сарғайған дәптер тауып алды. Әже, мынау сіздікі ме? Шара дәптерді қолына алды. Бұл мектептегі әдебиет дәптері еді. Бірінші бетінде өзінің бала күнгі жазуы тұр. Менің арманым мұғалім болу. Әмина таңырқап, әже, сіз мұғалім болғыңыз келген бе? Иә. Неге болмадыңыз? Шара жымиып, өмір басқа сабақ берді. Өкінесіз бе? Шара бұл сұраққа бірден жауап бере алмады. Сосын немересінің шашынан сипады. Кейбір арман орындалмай қалады қызым, бірақ сол үшін өмірім бос өтті деген сөз емес. Мен мұғалім болмадым, бірақ 3 баламды тәрбиеледім. Мүмкін менің ең үлкен сыныбым сол 3-і болған шығар. Әмина күліп, онда сіз жақсы мұғалім болғансыз. Шара да күліп жіберді. Бір кеште бәрі дастархан басына жиналды. Нұрбек анасының қолдарына қарап отырды. Әжім басқан. Саусақтары қисай-сайған. Бір кездері сол қолдар таңғы 4-те нан жапты. Еден жуды. Түнде көрпе тікті. Баласының қызуын өлшеді. Көз жасын сүртті. 3 баланы өмірге жетеледі. Нұрбек орнынан тұрып, анашым, бір нәрсе айтайыншы деді. Айта ғой. Біз кішкентай кезімізде өзімізді кедей деп ойлайтынбыз. Шара күліп, кедей болғанбыз ғой. Жоқ, қазір түсіндім. Біздің ең үлкен байлығымыз сіз болыпсыз. Шара бірден, қойшы балам деді. Шынымен, сіз де бізді тастап, өз өміріңізді таңдап кетсеңіз болушы еді, бірақ кетпедіңіз. Шара баласына қарап, сендер менің өмірімнен бөлек емес едіңдер ғой деді. Дастархан басы үнсіз қалды. Мен сендерді асырадым деп мақтанбаймын. Ол ана ретінде міндетім еді, бірақ сендерге бір нәрсе қалдырғым келді. Не? Қандай қиындық болса да, бір-бірінді тастамаңдар. Ақша ішінде, реніш ішінде, бір бөтен адамның сөзі ішінде туыстықтан айырылмаңдар. Айсұлудың көзіне жас келді. Дәурен басын изеді. Сол түні бәрі тарағаннан кейін Шара апа аулаға шықты. Аспан ашық еді. Жұлдыздар жымыңдап тұр. Ол баяғы 17 жасар өзін есіне алды. Мұғалім болуды армандаған қызды, жак келін болған өзін. 3 баламен жалғыз қалған өзін. Түнде жылап, таңертең қайта тұрған өзін. Сонда Шара апа бір нәрсені анық түсінді. Бақыт деген ешқашан қиындық көрмеу емес екен. Бақыт қиындықтың ішінен адам болып шығу екен. Бақыт біреу сені тастап кеткенде, сенің де біреуді тастап кетпеуің екен. Бақыт ренішіңді балаларыңа мұра қылып қалдырмау екен. Бақыт бір күні есейген балаларын есіктен кіріп, анашым, қалайсыз деп құшақтау екен. Шара апа аспанға қарап, шүкір деді. Осы бір сөздің ішінде оның бүкіл өмірі тұрғандай еді. Жастық шағы, жетпей қалған арманы. Ержанның кеткен түні, балаларының аш қалған кештері. Таңғы 4-тегі наубайхана, жарылған қолдары, ұйқысыз түндері. Нұрбектің дипломы, Айсұлудың ақ қалаты, Дәуреннің шаңырағы, немерелерінің күлкісі, бәрі. Үйге кірген соң Шара баяғы сарғайған дәптерді қайта ашты. Бірінші бетте. Менің арманым мұғалім болу. Шара қалам алып, астына тағы бір сөйлем жазды. Мен мұғалім болмадым. Бірақ өмір маған үлкен сабақ берді. Сол сабақты балаларым ұмытпаса болды. Дәптерді жатты, шамды өшірді. Терезенің сыртында жаңа там атып келе жатты. Бірақ Шара апа сол түні бірден ұйықтай алмады. Көзі ілінсе болды. Өткен өмірінің әр кезеңі бір-бір сурет болып алдынан өте берді. Кейбірін есіне алғысы келмейтін, кейбірін ойласа жүрегі жылынып кететін. Адам жасы ұлғайған сайын өткенін көбірек ойлайды екен. Дұрыс жасадым ба, қате жібердім бе? Балаларыма жеткілікті мейірім бере алдым ба деген сұрақтар кейде 70-тен асқан адамның да жүрегін мазалайды.
Шара апа да солай ойланатын. Бірақ бір нәрсеге шүкір ететін. Балалары бір-біріне бөтен болып кетпеді. Келесі күні таңертең Айсұлу ерте келді. Қолында нан, сүт, жеміс-жидек бар. Апа, неге өзіміз дүкенге бара бересіз? Айтыңызшы маған, әкеліп беремін ғой, деді. Шара күліп. Қол аяғым жүріп тұрғанда өзім барайын қызым. Сіз ешкімге салмақ салдыңыз келмейді. Салмақ емес, бірақ адамның өз қолынан іс келгенше өзі істегені жақсы. Айсұлу анасына шай құйып отырып, кеше әкем хабарласты деді. Шара қолындағы кесесін жай қойды. Не деді? Денсаулығы нашарлап жүр екен. Шара үндемеді. Ауруханаға барсын. Барған, бірақ жалғыз тұрады екен. Шара қызына қарады. Неге маған қарап отырсың? Айсұлу аздап қысылды. Жоқ, жай, айтқың келгенін айт. Кейде ойлаймын, өмір бойы бізді тастап кеткен адам қазір өзі жалғыз қалды. Осы да тағдыр шығар. Шара терең тыныс алды. Тағдырдың есебін біз жүргізбейміз қызым. Сонда сіз оны аяйсыз ба? Аяу басқа, қайта қабылдау басқа. Айсұлу үнсіз қалды. Шара сөзін жалғастырды. Адам жамандық жасаған екен деп, оның жамандығын тілеп отыру дұрыс емес. Бірақ сол үшін бұрынғы есікті қайта ашуға да міндетті емеспіз. Айсұлу басын изеді. Сізде реніш жоқ сияқты? Бар еді, көп еді. Бірақ ренішті арқалап жүру ауыр екен. Бір күні тастауға тура келеді. Сол күні түске қарай Нұрбек те келді. Анасының ауладағы ағаш түбінде отырғанын көріп, апа, сізге бір ұсынысым бар, деді. Тағы не? Қалаға көшіміз. Қойшы. Шын айтып тұрмын, бізге жақын боласыз. Немерелер де күнде келіп тұрады. Шара күліп басын шайқады. Менің орным осы жерде. Осы үйде жалғыз қаласыз ғой. Жалғыз емеспін. Кім бар? Сендердің балалық шақтарың бар. Әке шешемнің ізі бар. Осы аулада сендер жүгірдіңдер. Мына ағашты сенің әкең емес, мен отырғыздым. Мына қабырғаны Дәурен екеуің әкедіңдер. Мына терезенің алдында Айсұлу әкесін күтетін. Әр жердің өз әңгімесі бар. Нұрбек үндемей тыңдап отырды. Бірақ сізге қиын ғой. Қиындықтың не екенін мен білем, балам. Бұл қиындық емес. Нұрбек жымиып, сізді көндіру мүмкін емес. Сен бала кезінде де сондай едім. Қандай? Бір нәрсе сұрасаң, жауабы ұнамаса тағы сұрайтынсың. Екеуі күліп жіберді. Бірнеше аптадан кейін ауылда үлкен ас болды. Шара апаны да шақырды. Бұрынғы таныстар, көршілер, құрдастардың қалғаны жиналды. Сол жерде бір әйел Шараға жақындады. Мені таныдың ба? Шара ұзақ қарап, Бибігүлсің бе? Әйел күліп жіберді. Таныдың ғой. Бибігүл Шараның жастық шағындағы құрбысы еді. Екеуі бір кезде бірге мұғалім боламыз деп армандайтын. Бибігүл кейін қалаға кетіп оқуға түскен. Есіңде ме, мектептің артында отырып жоспар құратынбыз, деді Бибігүл. Шара күлімсіреді. Сен қазақ тілі, мен әдебиеттен береміз дейтінбіз. Иә. Бибігүл бір сәт үнсіз қалды. Сен оқуға келмей қалғанда көк күттім. Үйдің жағдайы болмады. Кейін естідім. Тұрмысқа шығыпсың, балаларын бар. Сосын Бибігүл сөзін жалғастыра алмады. Шара бәрін түсінді. Өтіп кетті. Өкінесің бе? Шара бір сәт ойланып қалды. Кейде. Бибігүл тамырғап. Шын айтасың ба? Неге өтірік айтайын? Адамның ішінде орындалмаған арманы болса, кейде есіне түседі. Бірақ сол арман орындалмады екен деп, қалған өмірімді жоққа шығара алмаймын. Егер қайтадан 17-ге барсаң, не істер едің? Шара ұзақ үнсіз отырды. Оқуға барар едім. Бибігүл күлімсіреді. Соны айтарымды білдім. Шара да күлді. Бірақ балаларымды бәрібір таңдар едім. Ержанды ше? Шара осы жолы жауап беруге асықпады. Кей адам өмірге қалу үшін емес, сабақ болу үшін келеді екен. Бибігүл оның қолын қысты. Сен қатты өзгеріпсің. Жоқ, өмір өзгертті. Ас тараған соң Шара үйіне жалғыз қайтты. Жол бойында ауылдың ескі мектебінің жанынан өтті. Қақпасы жаңарған, терезелері ауыстырылған, бірақ ауласы сол баяғыдай. Шара тоқтады. Балалардың дауысы естіліп тұр. Бір мұғалім далада оқушылармен сөйлесіп тұр екен. Шара ұзақ қарап қалды. Сол сәтте есіктен бір кішкентай қыз шығып, «Әже, біреуді күтіп тұрсыз ба?» деді. Шара жымиып, «Жоқ қызым, өткенімді көріп тұрмын». Қыз түсінбей күліп жүгіріп кетті. Шара да өз жолмен жүре берді. Күз түсті.
ауыл тыныштала бастады. Ағаштардың жапырағы сарғайды. Шара апа әр таң сайын ауласына шығып, түскен жапырақтарды сыпыратын. Бір күні Дәурен балалармен келді. Кенже немересі Әли ауылда жүгіріп жүріп: «Әже, сіз кішкентай кезіңізде не болғыңыз келді?» деп сұрады. Шара күліп: «Мұғалім». «Неге болмадыңыз?» «Өмір басқа жұмыс берді». «Қандай?» Шара немересіне қарап: «Ана болдым». Әли ойланып: «Ана болу жұмыс па?» Дәурен күліп жіберді, ал Шара апа: «Ең қиын жұмыс балам, бірақ ең тәттісі де сол» деді. Дәурен анасына бір қарап қойды. Ол анасының бұл сөзді жай айта салмағанын түсінді. Кешке балалар қайтқан соң Шара үйде жалғыз қалды. Бірақ бұл жолы жалғыздық бұрынғыдай ауыр сезілмеді. Телефон шырылдады. Нұрбек: «Апа, үйге жеттіңіз бе?» «Үйдемін ғой». «Тамақ іштіңіз бе?» «Іштім». Бірнеше минуттан кейін Айсұлу хабарласты. «Дәріңізді ұмытпадыңыз ба?» «Іштім, қызым». Одан кейін Дәурен қоңырау шалды. «Апа, ертең келемін, пешті қарап кетемін». Шара телефонды қойып күліп отырды. Бір кезде осы үш балаға өзі: «Тамақ іштің бе? Үстің жылы ма? Қайда жүрсің?» деп күнде сұрайтын. Енді олар сол сөздерді өзіне айтып жүр. Өмір шынымен айналып келеді екен. Бір күні Шара баяғы сарғайған дәптерін тағы ашты. Ішінен мектеп кезіндегі бір қағаз түсіп қалды. Өз қолымен жазылған шағын шығарма екен. Тақырыбы: «Менің болашақ өмірім». Шара дауыстап оқи бастады. «Мен болашақта мұғалім боламын. Үлкен қалада тұрамын. Үйім болады. Балаларым көп болады. Мен оларды жақсы көрем». Осы жерге келгенде Шара тоқтады. Көзіне жас толды. Бір түрлі екен. Жастық шағындағы Шараның арманы толық орындалмады, бірақ бір бөлігі орындалған. Мұғалім болмады. Үлкен қалада тұрмады, бірақ үйі болды. Балалары болды. Оларды барынан да артық жақсы көрді. Шара қағазды қайта бүктеп: «Демек бәрі босқа кетпепті ғой», деді өзіне. Қыс түскенде Нұрбек шешесін қалаға бірнеше апта қалып кетті. Шара алғашында көнбеді, бірақ немерелері: «Әже, бізбен тұрмысшы» деп қоймады. Қаладағы үй жылы, бар жағдайы жасалған, тамақты да келіні дайындайды. Бірақ Шара таңғы 5-те әдетінше оянып кетеді. Ас үйге кіріп үнсіз шай қояды. Бір күні келіні: «Апа, неге бізді оятпайсыз?» деді. «Ұйықтай беріңдер. Сіз қонақсыз ғой». Шара бірден: «Мен баламның үйінде қонақ емеспін» деді. Келіні күліп: «Онда өз үйіңіздегідей жерміз». Шара оған жылы қарады. Келінінің осы бір сөзін қатты бағалады. Өйткені кезінде өзі келін болып түскенде бөтеннің қызы дегенді көп естейтін. Сондықтан келіндеріне ешқашан ауыр сөз айтпауға тырысатын. Бір күні немересі мен келіннің арасында кішкентай реніш болып қалды. Келіні ашуланып бөлмесіне кіріп кетті. Шара артынан барып: «Қызым, бір сөз айтайын ба?» деді. «Айтыңыз апа». «Үйде жеңімпаз іздеме, үйде тыныштық ізде. Кейде дұрыс бола тұрып та үндемей қоюға болады. Бірақ үнемі бір адам ғана үндей берсе, ол да дұрыс емес. Әңгімелесіп үйреніңдер». Келіні басын изеді. «Сіз өзіміз осылай өмір сүрдіңіз бе?» Шара мұңғайып күлімсіреді. «Жоқ, сол үшін сендерге айтып отырмын». Көктемге қарай Шара ауылына қайта оралды. Үйінің есігін ашқанда ерекше бір иіс қарсы алды. Ескі үйдің иісі, өз үйінің иісі. Терезені ашты, аулаға шықты. Ағаш бүршік жарып келе жатыр. Шара қолын қабырғаға тигізіп: «Тағы бір көктемге жеттік» деді. Сол күні ол ауладағы бос жерге бір тал көшет отырғызды. Көрші бала: «Шара әже, мұны неге отырғызып жатырсыз? Өскенше көп жыл керек қой» деді. Шара күрегін жерге тіреп: «Мен көрмесем сендер көресіңдер» деді. «Онда неге өзіңіз отырғызасыз? Адам тек өзі көретін нәрсені ғана істесе, өмір алға жүрмейді балам». Бала үндемей қалды. Шара қайтадан топырақ сала бастады. Сол кеште ол аулада ұзақ отырды. Күн батып бара жатқан. Ауыл үстін баяу қараңғылық басып келеді. Бірақ Шара апаның көңілі жарық еді. Ол енді өміріне өкпелемейтін, өткенін өзгерте алмайтынын баяғыда түсінген. Бірақ өткенінен не алып шығатынын өзі таңдады. Қайғыны емес, сабақты. Ренішті емес, мейірімді. Жалғыздықты емес, балаларының бірлігін. Сол кезде алыстан бір көлік тоқтады. Қақпа ашылды. «Апа!» Нұрбектің даусы. Артынан Айсұлу мен Дәурен кірді. Немерелері шулап жүгіріп келді. «Әже, әже, біз келдік!» Шара орнынан тұрып үлгергенше, балалар оны қоршап алды. Шара бір-бірінің бетіне қарап: «Бәрін неге жиналып қалдыңдар?» Нұрбек күліп:
Сізді сағындық. Кеше ғана көрдіңдер ғой. Айсұлу анасының иығынан құшақтап, анаңды сағынышын көп уақыт керек емес екен. Шараның көзіне жас келді. Бірақ бұл жолғы жас ауырлықтан емес еді, қуаныштан еді. Ол балаларына қарап тұрып баяғы бір түнді есіне алды. 3 кішкентай бала, бос ас үй, 1 уыс күріш, 2 картоп. Ертең не істеймін деп қорқып отырған өзі. Сол жас әйелге дәл қазір бір ауыз сөз айтқысы келді. Қорықпа Шара, осы 3 бала бір күні сенің есігіңді өздері ашып көретін болады. Сен олардың артынан жүгірмейсің. Олар сағараң қарай жүгіреді. Шара апа көз жасын сүртіп, кіріңдер қарақтарым, шай қояйын деді. Нұрбек, жоқ апа, бүгін сіз отырсыз, шайды біз қоямыз. Шара күліп, енді мені орнынан тұрғызбайтын болдыңдар ма? Дәурен, біраз отырып көріңізші, біз де сізге қызмет етейік. Шара дастархан басына отырды. Балалары ас үйде жүр. Немерелері шулап ойнап жүр. Үй іші күлкіге толды. Шара айналасына үнсіз қарап отырды. Бір кездері қаңырап қалған осы үй бүгін адамға толып тұр. Бірақ Шара апаның өмірі бір ғана қиындықпен, бір ғана қуанышпен өлшенбейтін еді. Оның жүрегінде әлі талай естелік бар болатын. Балалары ас үйде шай әзірлеп жатқанда, Шара апа терезеден сыртқа қарап отырды. Ауладағы көктемгі ауа таза еді. Немерелердің күлкісі үйдің ішін толтырып тұр. Бір сәтке ол өзін өте бақытты сезінді. Сосын Нұрбек келіп жанына отырды. Апа, не ойлап отырсыз? Ештеңе. Сіз ештеңе дегенде міндетті түрде бір нәрсе ойлап отырасыз. Шара күліп жіберді. Қартайғанда адам көп ойлайтын болады екен. Өткенді ме? Өткенді де, сендерді де. Нұрбек анасының иығына қолын қойды. Біз жақсы жүрміз ғой. Соған шүкір. Біраз үнсіздіктен кейін Шара, бір нәрсе сұрайыншы балам. Айтыңыз. Сен кішкентай кезінде көп есіңе аласың ба? Нұрбек ойланып қалды. Кейбірін. Нені? Сіздің таң атпай кетіп қалатыныңызды. Кейде оянсам, үйде жоқ болатынсыз. Шара үнсіз қалды. Қорқатын ба едің? Кішкентай кезде иә, бірақ кейін жұмысқа кеткеніңізді түсіндім. Мен сендерді жалғыз қалдырдым деп көп ойымдайтынмын. Нұрбек бірден. Жоқ апа, сіз бізді тастап кеткен жоқсыз. Сіз біз үшін кетіп жүрдіңіз. Осы сөз Шараның жүрегіне қатты тиді. Өйткені ол жылдар бойы өзін кейде кінәлап келген еді. Балаларына толық көңіл бөле алмадым ба деп. Шаршағаннан кейде ашуланып кететін. Кейде Нұрбекпен сөйлесуге де шамасы болмайтын. Кейде Айсұлудың шашын өріп беруге уақыт таппайтын. Кейде Дәуренді құшақтап ұйықтатудың орнына көрпе тігіп отыратын. Бірақ сол кезде басқа таңдауда болмады. Шай үстінде әңгіме ұзаққа созылды. Айсұлу, апа, сіз біз кішкентай кезімізде ең қатты неден қорқатын едіңіз? Деп сұрады. Шара бірден жауап бермеді. Сендердің ауырып қалуларынан. Басқа? Оқымай қалуларынан. Дәурен күліп. Бізді көшеде бұзық болып кетеді деп қорықпадыңыз ба? Одан да қорықтым. Сонда бәрінен қорыққансыз ғой. Шара да күліп жіберді. Ана деген сол шығар. Нұрбек, ал өзіміз үшін қорықтыңыз ба? Шара ойланып қалды. Өзім үшін бе? Иә. Уақыт болмады. Бәрі үнсіз қалды. Шара бұл сөзді жай ғана айтты. Бірақ балалары сол жауаптың артында қанша ауыр жыл тұрғанын түсінді. Күн бата балалар тарай бастады. Айсұлу анасын құшақтап, ертең тағы келем. Келе берме, жұмысың бар. Сізге келу жұмыс емес қой. Дәурен пешті қарап шықты. Нұрбек ауладағы сынған орындықты жөндеп берді. Немерелер кеткісі келмей. Әже, тағы біраз отырайықшы деп жүр. Шара күліп. Тағы келесіңдер ғой. Бәрі кеткен соң үй қайта тынышталып қалды. Бірақ бұрынғыдай суық тыныштық емес, жылы тыныштық. Шара дастарханды жинап жүріп, бір табақта қалған бауырсақты көрді. Біреу жартысын жеп тастапты. Бұрын мұндайды көрсе, неге толық жемедіңдер? Дел ұрсар еді. Қазір қарап тұрып күліп жіберді. Үйде баланың ізі қалғанның өзі жақсы екен. Келесі күні таңертең Шара дүкенге барды. Жолда көрші Маржан апамен кездесті. Шара, кеше үйіңге адам көп болды ғой. Балалар келді. Бақыттысың. Шара жымиып. Шүкір. Маржан күрсінді. Менің балаларым қалада. Жылына 2 рет келеді. Шара оның даусынан мұң сезді. Хабарласа ма? Хабарласады, бірақ телефон басқа ғой.
Дұрыс айтасың. Маржан, сен қалай балаларды осылай өзіңе жақын ұстап қалдың? Шара біраз ойланып, ұстап қалған жоқпын. Сонда кетулеріне рұқсат бердім. Маржан таңырқап қарады. Түсінбедім. Баланы мен үшін өмір сүр деп байлап қойсан, бір күні қашқысы келеді. Ал өз өміріңді сүр, бірақ үйіңді ұмытпа десең, өзі қайтып келеді. Маржан ұзақ үнсіз қалды. Дұрыс екен. Шара, балаға жақсылық жасасан, есеп сұрамау керек. Мен сені бақтым. Енді сен мені бақ десең, ол махаббат емес, сауда болып кетеді. Маржан басын изеді. Сол күні кешке Шара баяғы құрбысы Бибігүлге қоңырау шалды. Қалайсың? Жақсымын. Өзімше? Жақсы. Бибігүл, кеше сен ойладым. Неге? Мектептегі күндер есіме түсті. Шара күліп. Қартайдық деген осы шығар. Қартайған жоқпыз. 70-тен асқан адам не болады сонда? Тәжірибелі болады. Екеуі күліп алды. Біраздан кейін Бибігүл. Шара, сен бір нәрсеге риза болып өмір сүрдің бе? Қалай? Өзіне. Шара бұл сұрақты күтпеген еді. Өзіне риза болдың ба? Деп қайталады Бибігүл. Шара ұзақ үнсіз қалды. Білмеймін. Неге? Адам үнемі бірдене жетпей тұрғандай сезінеді ғой. Балаларға көбірек уақыт бөлуім керек еді. Өзіме де қарауым керек еді. Оқуым керек еді. Бірақ сен сол кезде қолынан келгенін істедің. Шара терең тыныс алды. Мүмкін. Мүмкін емес. Солай. Бұл сөз Шараға керек болған екен. Кейде адамға өз өміріне сырттан біреу қарап, сен қолдан келгенін істедің деп айтуы маңызды екен. Бірнеше күннен кейін ауыл мектебінен бір мұғалім келді. Шара апа, сізді іздеп келдім. Мені ме? Иә, бізде аналарға арналған кездесу болады. Өмірден өткен жолыңыз туралы айтып берсеңіз деп едік. Шара шошып кетті. Мен не айтамын? Өз өміріңізді. Мен сөйлеуші емеспін. Балаларға керек. Қазір көп бала қиындық көрсе бәрі бітті деп ойлайды. Сіз сияқты адамдардың өмірін естісе, бәлкім ойланар. Шара бірден келіспеді. Ойланып көрейін. Мұғалім кеткен соң ол ұзақ отырды. Менің өмірімнің кімге керегі бар деп ойлады. Сосын баяғы өз мұғалімін есіне алды. Сенен жақсы мұғалім шығады деген сөзді. Келесі күні мектепке өзі барды. Барам деді. Кездесу күні акт залына ауыл әйелдері, оқушылар және мұғалімдер жиналды. Шара міндерге шыққанда қолы аздап дірілдеді. Мен сөйлеп үйренбеген адаммын деді. Залдағылар жымиды. Өмірімде көп нәрсе болды. Оның бәрін айтып тауыса алмаймын. Бірақ бір нәрсені айтқым келеді. Зал тынышталып қалды. Жас кезде мен өмірім міндетті түрде өзім жоспарлағандай болады деп ойладым. Оқимын дедім, мұғалім боламын дедім. Бақытты отбасы болады дедім. Бірақ көп нәрсе басқаша болды. Шара бір сәт тоқтады. Сонда мен өмірім бітті деп ойлаған кездерім де болды. Бірақ кейін түсіндім. Өмір сенің жоспарың бұзылған жерде тоқтамайды екен. Бір қыз бірінші қатарда мұқият тыңдап отырды. Шара соған қарап. Кейде адам сені тастап кетеді. Кейде ақша жетпейді. Кейде арман орындалмайды. Бірақ сол кезде сенің қандай адам болып қалатының маңызды. Зал тым-тырыс болды. Мен 3 баламмен жалғыз қалған кезде бәрінен қорықтым. Бірақ күнде таң ататын. Таң атқан сайын тұру керек болды. Бір күн өтті. Тағы бір күн өтті. Сөйтіп жылдар өтті. Шара жымиып. Қазір сол балаларым өздері атана болды. Залдан біреу қол соқты. Сосын бәрі қосылды. Шара қысылып, қойыңдаршы деді. Бірақ көзінде жас бар еді. Кездесуден кейін бір жас келін Шараға жақындады. Апа, сізбен сөйлессем бола ма? Әрине. Кейде мен де шаршаймын. Балалар, бәрі қабаттасып кетеді. Сосын өзімді жаман ана сияқты сезінемін. Шара оның қолынан ұстады. Шаршау жаман ана болғанының белгісі емес. Кейде ашуланып кетемін. Бәріміз ашуланамыз. Сонда не істеу керек? Шара, қателессең балаңнан кешірім сұра. Мен анамын, менікі дұрыс деп тұрып алма. Бала да адам. Жас келіннің көзіне жас келді. Рахмет апа. Шара үйіне қайтып келе жатып бір түрлі жеңілдеп қалды. Бәлкім баяғы арманның кішкентай бір бөлігі сол күні орындалған шығар. Ол мұғалім болмады, бірақ бір зал адамға өмірден алған сабағын айтып берді. Кешке үйге келгенде баяғы дәптерін ашты. Менің арманым мұғалім болу деген жолға ұзақ қарады. Сосын күліп, кеш болса да бір сабақ өткіздік қой деді.
Дәптерінің астына жаңа сөйлем жазды. Арман, кейде сен ойлаған уақытта емес, баққа түрде орындалады. Шара қаламын қойды. Терезеден сыртқа қарады. Ауладағы өзі отырғызған көшет желмен баяу қозғалып тұр. Ол орнынан тұрып сыртқа шықты. Көшеттің түбіне су құйды. Өсе бер деді. Сол сәтте қақпаның сыртынан таныс дауыс естілді. Апа! Айсұлу еді. Тағы келдің бе? Сізге бір жаңалығым бар. Не болды? Айсұлу күліп тұр. Нұрбектің үлкен баласы университетке түсіпті. Шараның жүзі бірден өзгерді. Рас па? Иә. Қайда? Алматыға. Шара үнсіз қалды. Бір сәт баяғы өз жастан көргендей болды. Оқуға кеткісі келген 17 жастағы Шара, бірақ бара алмаған. Енді оның немересі үлкен қалаға оқуға бара жатыр. Шараның көзіне жас келді. Айсұлу. Апа, не болды? Шара жымиып. Ештеңе, қызым. Сосын баяу ғана. Кейде адамның өзі жете алмаған жеріне балалары жетеді екен. Айсұлу анасын құшақтады. Шара аспанға қарап тұрды. Бұл жолы оның жүрегінде өкініштен гөрі тыныштық көбірек еді. Өмір бәрін дәл өзі қалағандай бермеген шығар, бірақ боста қалдырмаған. Ол соны енді анық түсініп келе жатты. Айсұлу кеткеннен кейін Шара апа аулада біраз отырды. Күн еңкейіп бара жатты. Жел де басылған. Ауылдың кешкі тыныштығы ерекше еді. Шара бір кезде өзіне өзі уақыт-ай деді. Баяғыда өзі қалаға оқуға кетуді армандап еді. Енді немересі сол жолға шығып бара жатыр. Арада бір адамның бүтін ғұмыры жатыр. Бір аптадан кейін Нұрбек немересі Аянды ертіп келді. Аянның қолында құжаттары, көзі күлімдеп тұр. Әже, мен оқуға түстім. Шара орнынан тұрып оны құшақтап алды. Құтты болсын құлыным. Алматыға кетемін. Бар. Қорықпайсыз ба? Шара күліп. Сен қорықпайсың ба? Кішкене. Онда дұрыс. Неге? Қорқу жаман емес. Адам жаңа нәрсенің алдында қорқады, бірақ қорыққан жерінде тұрып қалмау керек. Аян әжесіне қарап отырды. Әже, сіз де оқуға кеткіңіз келген ғой? Нұрбек анасына бір қарап қойды. Шара жымиып. Иә. Сіз бармағанымызға өкінесіз бе? Шара біраз үнсіз отырды. Өкіндім. Ұзақ жыл өкіндім. Бірақ енді соны сендерге өкініш қылып бергім келмейді. Сенің алдынан жол ашылса, бар. Менің бармағаным үшін сенде қалма. Аян басын изеді. Жақсы оқимын. Шара оның маңдайынан сүйді. Жақсы оқы. Бірақ тек диплом үшін емес, өзіңді өзгерту үшін оқы. Аян қалаға кететін күні бүкіл отбасы жиналды. Шара үйдің алдында қолына кішкентай дорба ұстап тұр. Әже, мұның ішінде не бар? Бауырсақ. Әже, Алматыда тамақ бар ғой. Алматының тамағы басқа, әженің бауырсағы басқа. Бәрі күліп жіберді. Сосын Шара дорбаның ішіне кішкентай орамал салып қойды. Аян. Бұл не үшін? Үйді сағынсаң алып қарайсың. Орамалға қарап па? Иә. Неге? Кейбір заттың бағасы ақшамен өлшенбейді. Аян орамалды қалтасына салып алды. Көлік қозғалғанда Шара қол бұлғап ұзақ тұрды. Көлік көзден жоғалғанша орнынан қозғалмады. Нұрбек. Апа, кірейік. Шара. Барсын, жолы ашық болсын деді. Бірақ даусынан бір түрлі толқу сезілді. Сол кеште Нұрбек. Сіз Аянды жібергенде өзімізді көрдіңіз бе деп сұрады. Шара таңырқап. Қалай? Сіз де бір кезде оқуға кеткіңіз келгенсіз ғой. Шара басын изеді. Иә. Сізге біреу бар дегенде бәлкім бәрі басқаша болар еді. Шара күліп. Өткенге бәлкім көп айтылады балам. Сонда сіздің өміріміз жаман болды ма? Шара бірден. Жоқ. Бірақ ауыр болды. Ауыр болғаны жаман болған емес. Нұрбек үнсіз қалды. Кей адамға жеңіл өмір келеді, кей адамға ауыр келеді. Бірақ екеуінде де адам болып қалу керек. Сіз бізді солай тәрбиеледіңіз. Тәрбиеледіңді, әлде сендер өздерім үйрендіңдер ме, білмеймін. Нұрбек жымиып, екеуі де шығар. Көздің ортасында Шара апа ауылдағы бір отбасына көңіл айтуға барды. Үйде бір жас келін енесімен ренжісіп отыр екен. Әңгіме арасында әлгі ене, қазіргі жастар қиындық көргісі келмейді деді. Жас келін үндемей қалды. Шара екеуіне де қарап, қиындық көрмеуді кім қаламайды деді. Әйел таңырқап, біз шыдадық қой. Шара басын шайқады.
Біз шыдадық екен деп, балаларымызда міндетті түрде шыдау керек емес. Үй ішіндегілер үнсіз қалды. Шара сөзін жалғастырды. Кейде біз өз басымыздан өткен ауырлықты тәрбие деп ойлап қаламыз. Бірақ ауырлықтың бәрі тәрбие емес. Жас келін Шараға қарады. Енесі. Сонда не істеу керек? Сөйлесу керек. Бір-бірімді тыңдау керек. Үйде бір адам ғана дұрыс болып, екіншісі үнемі кінәлі бола берсе, ол үйде жылылық қалмайды. Бұл сөздерден кейін бөлмеде ұзақ тыныштық орнады. Шара ешкімді жақтамады, тек өмірден көргенін айтты. Үйге қайтып келе жатып, ол өзі жас келін болған кезін есіне алды. Бір кездері өзі де көп нәрсеге үндемей қалған. Үйдің берекесі үшін деп, ел не дейді деп, балалар үшін деп. Кейде үндемеу керек болған шығар, кейде сөйлеу керек болған шығар. Бірақ ол кезде осыны ажырата алмаған. Шара ішінен. Жастықта бәрін білмейді екенсің деді. Сосын бірден жымиды. Қартайғанда да бәрін білмейсің. Қыс түсті. Бір күні таңертең аула аппақ қар болды. Шара далаға шығып қарды күрей бастады. Көрші жігіт көріп, «Әже, қойымыз, өзім күрейім» деп күректі қолынан алды. «Өзімнің жұмысым жоқ па?» «Бар, бірақ 5 минут». Шара: «Рахмет балам». Жігіт қарды күреп жүріп, «Сіздің Нұрбек ағаңызды бәрі мақтайды, қатты жақсы адам» дейді. Шара жымиып: «Адамның жақсы жаманын анасы айтпайды, ел айтады». «Бірақ сіз жақсы тәрбиелегенсіз». Шара бір сәт ойланып: «Баланы жалғыз сөз тәрбиелемейді екен. Ол сенің не істегеніңе қарап өседі». Жігіт: «Қалай?» «Сен өтірік айтпа деп, тұрып өзім өтірік айтсаң, ол сөзімді емес, ісімді көреді. Үлкенді сыйла деп тұрып өзім біреуді қорласаң, оны да көреді. Балаға айтқаннан гөрі көрсеткен қиын». Жігіт басын изеді. «Бұрыс екен». Шара ішінен біртүрлі қуанып қалды. Бұрын ешкім оның сөзін бұлай тыңдамайтын. Енді адамдар одан кеңес сұрайды. Өмір бойы жиналған тәжірибе қартайғанда ғана сөзге айналады екен. Бір күні Айсұлу жұмыстан кейін келді. Өте шаршаған. Шара бірден байқап: «Не болды?» «Ештеңе». «Мен де ештеңе деп көп айтқанмын. Айт». Айсұлу күрсінді. «Жұмыста қиын. Үйде де балалардың сабағы, тірлік». Шара шай құйып берді. «Демал». «Уақыт жоқ». «Уақыт табылмайды. Уақытты өзім бөлесін». Айсұлу анасына қарап: «Сіз бұрын демалдыңыз ба?» Шара күліп жіберді. «Жоқ». «Онда маған неге айтып отырсыз?» «Өйткені менің қатемді сен қайталамасын» деп. Айсұлу үнсіз қалды. Шара сөзін жалғастырды. «Мен кезінде балалар өссін, сосын демалам дедім. Олар өсті. Оқысын, сосын дедім. Оқыды. Үйленсін, сосын дедім. Үйленді. Сөйтіп жүріп жасым 70-тен асты. Адам өз өмірін тек сосынға қалдыра бермеу керек». Айсұлу күлімсіреді. «Сонда ертең демаламын». «Ертең емес, бүгін 1 сағат ертерек ұйықта». Екеуі күліп жіберді. Көктемге жақын ауыл мектебіндегі мұғалім тағы келді. «Шара апа, сізге балалар тағы шақырып жатыр». «Тағы ма?» «Иә, өткен жолғы әңгімеңізді айтып жүр». Шара қысылып: «Мен не айтамын тағы?» «Бұл жолы отбасы туралы». Шара ойланып: «Жарайды». Кездесу күні залда бұрынғыдан да көп адам болды. Шара мінберге шыққанда, бұл жолы қолы онша дірілдеген жоқ. «Өткен жолы өмірдің қиындығы туралы айттым. Бүгін отбасы туралы айтайын» деді. Зал тынышталды. «Мен жас кезінде отбасы деген бір шаңырақтың астында бірге тұру деп ойлайтынмын. Кейін түсіндім, бірге тұру аз екен. Бір-біріңе қауіпсіз жер болу керек». Бір мұғалім басын изеді. «Үйге кіргенде қорқып кіретін болсам, ол үйдің қабырғасы бар, бірақ жылуы жоқ. Үйге кіргенде мені түсінеді деп кірсең, сол отбасы». Шара біраз кідірді. «Балаларыма да соны айттым. Үйде кім мықты екенін дәлелдеп жүрмеңдер. Бір-біріңе сүйеніш болыңдар» дедім. Залда отырған бір жас жігіт: «Шара апа, адамды кешіру керек пе?» деп сұрады. Шара бірден жауап бермеді. «Әр жағдай әртүрлі балам. Сіз кешірдіңіз ғой». Шара оның не туралы айтып тұрғанын түсінді. «Кешірдім». «Неге?» «Өйткені мен өмірімнің қалған бөлігін өткенге бергім келмеді». Зал тып-тыныш болды. Бірақ кешіру деген міндетті түрде қайта жақындасу емес. Кейде адамды кешіріп, бірақ бұрынғы орнын қайтармайсың. Жігіт басын изеді. Кездесуден кейін Шара үйіне қайтты. Бұл жолы жол бойындағы мектепке қарап тоқтамады.
Тек жымиып өте шықты. Бір кездері мен мұғалім болмадым деп ішінен қиналатын. Енді оған бұл сөз бұрынғыдай ауыр емес. Өйткені мұғалім болу үшін міндетті түрде журнал ұстап, сыныпта тұру керек емес екенін түсінгендей еді. Кейде адамның өмірде сабақ болады. Үйіне келсе қақпалында пошташы тұр. Шара апа, сізге хат бар. Маған? Иә. Шара таңырқап алды. Қазір кім хат жазады? Конверттің сыртында таныс емес қолтаңба. Үйге кіріп ашты. Ішінде бір бет қағаз. Шара апа, мен сіздің мектептегі кездесуге келген қыздардың бірімін. Сол күні сіздің өмір жоспарым бұзылған жерде тоқтамайды деген сөзіңіз есімде қалды. Мен оқудан шығып кеткім келген. Бірақ ойымды өзгерттім. Қазір қайта дайындалып жүрмін. Сізге рахмет. Шара хатты 2 рет оқыды. Сосын үстелге қойды. Көзіне жас келді. Бір адамға болса да пайдам тиген екен деді. Сол сәтте оның баяғы арманы тағы есіне түсті. Мұғалім болу. Бәлкім кей арман шынымен кешігіп орындалады. Тек адамның өзі оны бірден танымайды екен. Сол кеште Шара дәптерін ашып, тағы бір сөйлем жазды. Адамның өмірі тек өзіне ғана тиесілі емес екен. Кейде сенің көргенің біреуге жол болады. Қаламын жауып қойды. Терезеден сыртқа қарады. Алыста шамдар жанып тұр. Үй іші тыныш. Жүрегі де тыныш. Жүрегі де тыныш. Шара апа терезеден сыртқа тағы бір қарап, ұзақ отырды. Ауыл баяу тына бастаған. Алыстан иттің үрген дауысы естіледі. Көшедегі шамдар бірінен соң бірі жанып тұр. Ол осы үйде қанша жыл өмір сүргенін ойлады. Осы табалдырықтан балалары кішкентай кезінде жүгіріп кіретін. Осы терезеден Айсұлу әкесін күткен. Осы ас үйде кей күндері тамақ жетпей қалған. Осы алдыда Мүрбек отын жарған. Дәурен кішкентай кезінде сүрініп бұлап жылап келген. Ал қазір сол балалардың бәрі өз алдына отбасы болған. Шара апа баяу жымиып қойды. Бір кезде оған өмірі тек қиындықтан тұратындай көрінетін. Қашан жеңілдейді деп көп ойлайтын. Сөйтсе, өмір бір күнде өзгермейді екен. Бәрі аз-аздан келеді екен. Бір күні балаң мектеп бітіреді. Бір күні оқуға түседі. Бір күні жұмысқа тұрады. Бір күні үйленеді. Бір күні өзі саған, апа, шаршамаңыз, мен істеймін дейді. Сонда ғана сен артқа қарап, қанша жол жүргеніңді түсінеді екенсің. Шара апа орнынан тұрып, үстел үстіндегі ескі дәптерін тағы бір рет қолына алды. Бірінші беттегі бала күнгі арманын көрді. Менің арманым мұғалім болу. Бұрын осы сөйлемді оқығанда іші сыздайтын. Қазір олай емес. Өйткені ол өз өмірінің де бір сабақ болғанын түсінді. Балаларына сабақ, немерелеріне сабақ, оны тыңдаған жастарға сабақ. Шара дәптерді жауып. Бәрі бекер болмақты деді жай ғана. Сосын шамды өшірді. Жастығына басын қойып, көзін жұмды. Ол енді өткен өміріне ренжімейтін. Ержанға да бұрынғыдай өкпесі жоқ. Өзіне де, жастық шағына да. Өйткені кейбір нәрсені өзгерту мүмкін емес. Бірақ сол өткеннің сені қандай адам етіп шығарғаны маңызды екен. Шара апа қиындық көрді. Жалғыз қалды. Көп жылады. Көп еңбек етті. Бірақ соның бәрінен кейін жүрегінде реніш емес, мейірім қалды. Сол оның ең үлкен жеңісі еді. Сыртта түн қоюлана түсті. Ал Шара апаның көңілінде бір ғана сөз тұрды. Шүкір. Өйткені бақыт бәрі сен ойлағандай болу емес екен. Бақыт қиын жолдан өтіп соңында артқа қарағанда, мен бәрібір адам болып қалдым деп айталу екен. Осымен Шара апаның өмір жол туралы әңгімеміз аяқталды. Сіздерге бұл әңгіме қалай әсер етті? Шара апаның өміріндегі қай кезең сізге ерекше әсер қалдырды? Оның орнында болсаңыз, сіз қандай шешім қабылдар едіңіз? Ержанды кешіргені дұрыс болды деп ойлайсыз ба? Әлде кейбір ренішті кешіру қиын ба? Әр адамның өмірінде сырт көзге көрінбейтін қиындықтар болады. Біреу үнсіз күреседі, біреу бар ауыртпалығын ішінде сақтайды. Сондықтан бұл әңгімеден кейін бір нәрсені ойлап көріңіздер. Біз кейде жанымыздағы адамның қандай жолдан өткенін білмей тұрып, тым тез баға беріп қоямыз. Пікірге міндетті түрде өз ойларыңызды жазыңыздар. Осындай өмірден алынған, тәрбиесі бар, ойландыратын әңгімелер сіздерге ұнай ма? Келесі әңгіме қандай тақырыпта болғанын қалайсыздар? Ана тағдыры, отбасы, ауыл өмірі, келін мен ене, әке мен бала, әлде мүлде басқа тақырып па? Тағы бір қызық сұрақ. Сіздер қай қаладан көріп отырсыздар, және сіздерде қазір сағат қанша? Пікірден қалаларыңызды көріп, қай жақтан көрермендер тыңдап отырғанын білу өте қызық.
Егер әңгіме ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз осындай жаңа әңгімелердің көп шығуына үлкен мотивация береді. Келесі кездескенше аман болыңыздар. Отбасыларыңыз аман, шаңырақтарыңыз тыныш болсын.